Сәлем достар, қалайсыздар? Мен де маклюбі жасап көрейін деп шештім. Неге жасамасқа? Картопты алдым, морковты алдым, баклажан, перецтердің барлығын алып, турап құрғақ күйінде қызып тұрған майға пісіріп алдым. Содан кейін етті турап, тоже қызып тұрған майға етті де тоже қуырып алдым. 40 минуттай немесе 45 минуттай піскенше. Етті сонымен қатар соевый соуспен қуырып алдым, өйткені соус етке ерекше дәм береді. Содан кейін күріш бар, ең маңызды. Ол үшін бізге күрішті әдемілеп тазалап, жуып, бөктіріп аламыз. Бөктіргеннен кейін майға қуырып, пісіріп аламыз. Содан кейін қазанға түбіне енді барлық заттар бізде дайын тұр, барлығын қуырып алдық. Қазанның түбіне май жағамыз, майдан кейін жуаны қуырмай саламыз. Кольцо қылып, дөңгелек қылып турап саламыз. Содан кейін пісіп тұрған етімізді жайып саламыз. Соның үстіне морков, жуа, баклажан, перецтерді салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауыңызша жасайсыздар оны. Содан кейін пісіп тұрған күрішті бетіне жайып, шамалап су құйып, 1 сантиметрдей су құямыз. Бетінде шығып тұру үшін, күріштің бетіне 1 сантиметрдей күріш шығып тұру керек. Сосын араластырмаймыз, барлығын слой-слоймен қоямыз. Содан кейін тұзын саламыз керегінше, сөйтіп маклюбені пісіріп аламыз. Где-то 15 минуттай. 15 минуттай кетті. Сосын маклюбеміз дайын болады. Жан-жағына огурцы, помидор немесе кукуруз салып қойсаңыздар өте әдемі болады. Айранды мен құйған жоқпын. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Керек адам айранмен жер, керек емес адам айрансыз жер дегендей осылай салып қойдым. Ас болсын.